Мәтін жазуға кірісеміз. Орман мәтіні. Орманда ағаштар бар. Орманда ағаштар бар. Мәтін жазған уақытта сөздердің арасына баланың кішкентай саусағымен бір саусақ орын қалдырып отырамыз. Сөзді толық жазып алған соң сызықтарын артынан жазамыз. Онда қарағайда талда бар. Жақындатайын. Жоғарғы төменгі сызыққа тигізіп отырып жазамыз. Онда қарағайда талда бар. Нүкте. Қарға торғайларда орманда. Қарға торғайларда орманда.
Бота, абайда, орманда. Бота деген мына жерге сыймайды. Ол адам есімі болғандықтан оны тасымалдауға болмайды. Сондықтан келесі жолға жазамын. Жоғарғы төменгі сызыққа тигізіп отырып жазамыз. Бота, абай, да, орманда. Үзбей жазғанның айырмашылығы қазіргі кезден әдемі жазуға ғана негізделген курстар бар. Ол жерде әрбір әріптің, әрбір бөлшектерін жеке-жеке мынаны аны домалақтап, таяқшалап отырады. Осылай мәтін жазған уақытта жылдамдыққа көшірсе де, диктант жазса да, кейіннен үлкен сыныпқа барғанда конспект жазған уақытта да жылдамдыққа өте қатты әсер етеді. Енді сіз әрбір әріпті ежіктеп, аның домалағын жеке, сызықшасын жеке, қыны сызықшасын бір бөлік, таяқшасын бір бөлік, бөлек өстіп жазғанды елестетіп, әрбірін бөлшектеп жинап отырғанда бала не жазып, не қойып отырғанында ұмытып қалуы мүмкін. Ал бұл бізде бөлмей жазған уақытта нені қамтиды? Баланың сөзді, сөйлемді толық бірге қабылдауын қамтиды екен. Және жылдамдыққа да түсінуіне де әсері мол.